Қаланың ең шулы көшесіндегі ескі шеберханада қарт сағатшы өмір сүріпті. Оның шеберханасының қабырғасында сансыз сағаттар ілулі тұрса да, ол жерде ерекше бір тыныштық орнағандай сезілетін. Бірде шеберханаға жас жігіт кіріп келеді. Ол өте асығыс еді. Қолындағы қымбат сағатын үстел үстіне қойып, осыны тезірек жөндеп беріңізші. Менің әр минутым есептеулі, көптеген жоспарларым бар, бәріне үлгеруім керек дейді демігіп. Қарт сағатшы көзілдіргін түзеп қойып жігітке жаймен қарады. Сен неге сонша асығасың балам? Қалай асықпаймын деді жігіт таңғалып. Қазір ақша табуым керек, мансап жолын қуып жатырмын, ал нағыз өмірді кейін бастаймын. Саяхатқа шығуды, ата-анама баруды, отбасы құруды бәрін кейінге қалдырдым. Қазір тек жұмыс істеу керек. Қарт жымиып, сөренің ең шетінде тұрған, жүрісі тоқтап қалған кішкентай құм сағатты алды. Білесің бе, деді ол даусын бәсеңдетіп, менің алдыма сен сияқты мыңдаған адам келді. Бәрі де ертең бақытты боламын деп сенетін, бірақ олар бір нәрсені түсінбеді. Өмір бұл болашақта болатын оқиға емес, ол дәл қазір сенің тамырыңда соғып тұрған бүлкіл. Қарт жігіттің сағатын ашып жатып әңгімесін жалғастырды. Бірде маған бір бай саудагер келді. Ол да кейін демаламын, кейін балаларыма уақыт бөлемін деп өмірін сарп етті. Ол зейнетке шығып, нағыз өмірді бастамақ болған күні оның жүрегі тоқтап қалды. Ол өзінің ең басты капиталын, уақытын тек жинаумен өткізіп, оны жұмсауды ұмытып кеткен екен. Біз өмірді кейінге қалдырған сайын, өмір бізді артта қалдырып бара жатады. Жігіт үнсіз қалып қабырғадағы сағаттардың тықылын тыңдады. Сонда ғана ол өзінің жақындарына қоңырау шалмағанына айлар өткенін, терезе сыртындағы көктемнің иісін сезбегенін, тіпті ішіп отырған кофесінің дәмін де байқамай жұта салғанын түсінді. Қарт жөнделген сағатты жігітке ұсынып, міне сағатың жүріп тұр, бірақ есте сақта, бұл сағат тек цифрларды көрсетеді, ал өмірдің бағасын тек сенің соққан жүрегің мен сол сәттегі сезімің ғана анықтайды. Өмір бұл сақтауға қоятын зат емес, ол дәл қазір рахаттана ішетін дәмді ас сияқты. Оны кешіктірсең дәмі бұзылады. Біз ананы бітірген соң бақытты боламын, мынаған жеткен соң тынығамын деп алданамыз. Бірақ өмір сол мақсатқа бара жатқан жолдың өзі. Бағалай білген адам үшін әрбір дем сыйлық депті қарт сағатшы.